Баршаға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен чим-чим корей салатын дайындайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бірінші кезекте 500 грамм сәбізімізді үккіштен шығарып аламыз. Көкөністерден петрушка және укропты майдалап тұрып қосамыз. Және де 100 грамм капустаны 4 бұрыш етіп, яғни квадрат етіп, әдемілеп тураймыз. Және де дәмдеуіштер қалауыңызға қарай тұз, қызыл бұрыш, шекер және де тәтті бұрыш салып, 2 зубчик чесногымызды да майдалап қосамыз. Және де 1 ас қасық уксус, 1 ас қасық чим-чим дәмдеуіш. Және де 40 мл қызып тұрған майымызға 1 зубчик чеснокты турап салып, үстіне құямыз. Дәмі күшті болады және де керемет иіс береді. Барлығын жақсылап араластырып алып, қақпағын 1 сағатқа жауып қоямыз. Мінекей, дайын болды. Палаумен немесе басқа да тағамдармен ұсынуыңызға болады. Ас болсын.